қаражаттың жалпы халықтың ең алдымен әлеуметтік жағдайына тек қана мәжбүрлі негізде олар митингке шыққанға емес, жалпы азамат ретінде өсіп, жетіліп, дамуына инвестиция ретінде бөлінеді деген дүниеге халық үлкен сеніммен қарап отыр. Сондықтан мен не күтемін? Мен алдағы парламенттік сайлауда 30% шын халықтың арасында жүрген лидерлер өзінің сөзіне жауап бере алатын. Тек қана популизм емес, әрбір мемлекеттік билікте жұмыс жасап, заңды жазып, бюджеттің тиын тебеніне дейін есептеп, халықтың алдында айта алатын және өзінің сөзін жаңағыдай үкіметтің алдында өткізе алатын жақсы азаматтар келсе, 70% парламентке кіретін партиялар халықтың атына сөйлейтін және өзінің сайлауалды бағдарламасы тек қана белгілі бір популистік емес, шын мәнінде бүгінгі ауылдағы, өте ауыр жұмыстағы барлық азаматтардың құқықтары мен мүддесіне